Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода біз сіздермен химиялық кинетика тарауын бастаймыз. Химиялық кинетика деп химиялық реакцияның жылдамдығын зерттейтін химия бөлімін атаймыз. Ал химиялық реакция жылдамдығы деп біз белгілі бір уақыт бірлігінде, яғни уақыт аралығында реакциядағы әрекеттесетін заттардың, яғни реагенттердің немесе өнімдердің концентрацияларының өзгеруін атаймыз. Мысал ретінде мына реакцияға қарап көрейік. Мұнда А заты Б затымен әрекеттесіп С затын түседі. Бұл реакцияда А мен Б реагенттер, ал С өнім болып табылады. А заты реагент болғандықтан ол реакция барысында Б затымен қосылып, жаңа С затын түзейді. Яғни оның концентрациясы уақыт өте келе төмендейді. Реакцияның басында А затының концентрациясы күрт төмендеп, белгілі бір уақытта А заты мен Б заты толықтай жұмсалғаннан кейін реакция тоқтап, концентрация өзгермейді, яғни тұрақты болады. Енді біз белгілі бір уақыт аралығында А затының концентрациясының өзгеруін табайық. Бұл үшін Т1 және Т2 деген екі сәтті таңдайық. Мысалы, Т1 уақытында, Т1 болсын, Т1 уақытында А затының концентрациясы А1-ге тең болсын, ал Т2 уақытында А затының концентрациясы А2-ге тең болсын. Онда реакция жылдамдығының анықтамасына сәйкес біз А затының орташа жұмсалу жылдамдығын тапқымыз келсе, онда осы уақыт аралығында А затының концентрациясының өзгеруін мына уақыт аралығына бөлу керекпіз. Бұл не деген сөз? Т1 және Т2 уақыт аралығында А затының орташа жылдамдығын табу үшін біз концентрациясының өзгеруін, яғни айырымын уақыт айырымына бөлеміз. Сонда біз А затының орташа жылдамдығын таба аламыз осы уақыт бірлігінде. Мұнда назар аударатын нәрсе, реагенттердің, яғни әрекеттесуші заттардың жұмсалу жылдамдығын тапқымыз келсе, онда әрдайым реакция жылдамдығына минус таңбасын қоямыз. Себебі реакция жылдамдығы оң сан болу керек. Ал реагенттердің реакция барысында концентрациясы төмендегендіктен А2 мен А1-ді салыстырсақ, А2 көріп тұрмыз, А1-ге қарағанда төмен. Яғни мына айырым теріс сан болып келеді. Сондықтан реакция жылдамдығы оң сан болу үшін мына жерге минус таңбасын қоямыз. Келесі тап солай біз С өнімінің осы уақыт аралығында түзілу жылдамдығын тауып көрейік. С реагенті үшін оның реакция басында концентрациясы өте төмен болады, және реакция барысында концентрациясы жоғарылап, белгілі бір сәтте А немесе Б заттары толықтай жойылғаннан кейін реакция тоқтап, С затының концентрациясы өзгермей тұрақты болады. Енді біз тап солай оның орташа түзілу жылдамдығын табайық сол Т2 немесе Т1 уақыт арасында. Мынау бізде Т1 болсын, және оған сол Т1 уақытында С-ның концентрациясы С1 болады, ал Т2 уақытында С затының концентрациясы С2-ге тең болсын. Көріп тұрғандай, бұл жерде өнім үшін реакция барысында өнімнің концентрациясы артып жатыр. Енді оның орташа жылдамдығын табу үшін тап солай концентрациясының өзгеруін уақыт аралығына бөлеміз. Концентрацияның өзгеруі бұл концентрациясының айырымына тең, яғни концентрациясының айырымын уақыт айырымына бөлеміз. Мұнда назар аударыңыз, өнімдердің жұмсалу жылдамдығы үшін біз минус таңбасын қоймаймыз. Себебі С2 көріп тұрсыз, С1-ге қарағанда жоғары. Яғни мына айырым оң сан, сондықтан реакция жылдамдығы оң болып келеді. Енді мына жаттығу есепті шығарып көрейік. Мына суретте А, Б затына айналу реакциясындағы 0, 20 және 40 секундтағы А және Б заттарының зат мөлшерлерінің өзгеруі көрсетілген. Құтының көлемі 1 литр болса, онда 20 және 40 секунд арасындағы А реагентінің орташа жұмсалу жылдамдығын және Б өнімінің орташа түзілу жылдамдығын табыңыз. Енді бізге орташа жұмсалу немесе түзілу жылдамдығын табу керек болғандықтан, біз бірінші оның формуласын жазып алайық. 20 және 40 секунд арасында А заты үшін бұл А затының концентрациясының өзгеруін біз уақыт аралығына бөлеміз. Тап солай Б затының түзілу жылдамдығын табу үшін Б затының
концентрациясының айырымын уақыт аралығына бөлеміз. Көріп тұрғандай, мен Б заты үшін минус таңбасын қоймаймын, себебі бұл өнім. Ал А заты үшін минус таңбасын қоямын, себебі бұл реагент. Енді формула үшін бізге олардың концентрациясы қажет. Ал суретте бізге олардың зат мөлшері берілген. Концентрациясын табу үшін біз зат мөлшерін көлемге бөлеміз. Мұнда құтының көлемі 1 литр, және көріп тұрғандай бұл зат газ болып келеді. Сондықтан біз құтының көлемін қолданып, осы зат мөлшерлерін 1 литрға бөлеміз. Яғни бізге бірінші 20 секундтағы А және Б заттарының концентрациясын табу керек, және 40 секундтағы А және Б заттарының концентрациясын табу керек. 20 секунд үшін А затының концентрациясы А20 деп жазайық мына жерге. Оның зат мөлшерін, яғни 0,54 мольді біз 1 литрге бөлеміз. Және мұнда 0,54 моль бөлінген литр, немесе оны үлкен М әрпімен белгілейміз. Тап солай Б концентрациясы үшін мен 1 литрге бөлмеуді көрсетпей қойын, 0,46 моль бөлінген литр шығады. 40 секунд үшін тап солай. Құтының көлемі өзгермейді, ол тап солай 1 литр. Сондықтан 0,30 мольді біз 1 литрге бөлсек, 0,30 моль бөлінген литр шығады. Және тап солай Б реагент үшін 0,170 моль бөлінген литр. Енді А затының 20 және 40 секунд арасындағы жұмсалу жылдамдығын табайық. Бұл үшін мен минус таңбасын қоям. Бізге 40 аламыз 20 секундта концентрацияны, және бөлеміз 40 секунд минус 20 секунд. Енді орындарына мына сандарды қоямыз. 0,100 минус 0,130 моль бөлінген литр минус 0,154 моль бөлінген литр бөлеміз 20 секундқа. Нәтижесінде 0,12 моль литр бөлінген секунд шығады. Тап солай Б заты үшін. Б затының түзілу жылдамдығы, бұнда минус таңбасын қоймаймыз. Бұл Б-ның 40 секундтағы концентрациясы, аламыз Б-ның 20 секундтағы концентрациясынан, бөлеміз тап солай 40 минус 20 секунд. Енді орындарына қоямыз. 0,170 моль литр минус 0,146 моль литр бөлеміз 20 секундқа. Бізде шығады тап солай 0,012 менде сыймай жатыр моль литр бөлінген секунд шығады. Келесі есеп, келесі реакцияны қарастырайық. А Б-ға айналып жатыр, тап солай, бірақ бұл реакция ерітіндіде орын алып жатыр. Кестеде А затының әрбір 10 минут интервалдағы зат мөлшері көрсетілген. Реакцияның басында құтыда тек А заты бар екенін есептеп, кестедегі әр уақытта Б затының мөлшерін анықтаңыз. Біз осы А пунктінен бастайық. Реакция басында бізде тек қана А заты бар екені белгілі. Енді біз осы әр 10 минут интервалда Б затының зат мөлшерін табу керекпіз. Б затының әрбір 10 минуттағы зат мөлшерін табу реакциядағы зат массасын сақталу заңы бойынша өте оңай табуға болады. Алайда оны түсіну үшін біз мына кестені құрып көрейік. Бізде А заты Б затына айналады. 0 минутта А затының мөлшері 0,65 мольге тең. Ал 10 минуттан кейін оның зат мөлшері 0,51 моль. 0 мен 10 минут арасында А затының зат мөлшері 0,14 мольге өзгеріп жатыр. Неге ол осылай төмендеді? Себебі мына зат мөлшері Б затына айналып жатыр. Б затының ең басында зат мөлшері 0, себебі тек қана А заты бізде бар. Енді реакцияның теңдеуі бойынша 1 моль А заты 1 моль Б затына айналады. Яғни бұл жерде қатынас 1-дің 1-ге қатынасындай. 0,14 моль А заты жұмсалып жатса, тап сол 0,14 моль Б заты түзіледі. Нәтижесінде 10 минуттан кейін Б затының зат мөлшері 0,14
мыңнан 14 мольге тең. Егер біз оны қосатын болсақ, 0,65 моль шығады. Біз осылай теңдеуді әрбір 10 минут сайын құра аламыз. Алайда зат массасының сақталу заңы бойынша реакция барысында А затының атомдар саны немесе оның массасы Б затында сақталу керек. 0 минутта Б затының зат мөлшері 0. 10 минуттан кейін біз 0,65-тен 0,51-ді алатын болсақ, 0,14 шығады. Тап солай 20 секундтан кейін 0,65-тен 0,42-ні алатын болсақ, 0,23 шығады. Қоссақ бізге 0,65-ті береді. Тап солай 0,29 болу керек. Себебі қосқанда 65-ті береді. Және ең соңында 0,34. Егер барлығын әрбір 10 минут сайын қосып жатсақ, 0,65 моль шығады. Бұл пункті реакция барысында көлем тұрақты болатын есептеп, Т тең болады 0 минут және Т тең болады 30 минут аралығында Б затының орташа түзілу жылдамдығын моль секунд өлшем бірлігімен табыңыз. Бұл жерде бізге 0 және 30 минут аралығындағы Б затының зат мөлшері керек. А пунктынан тапқандай, 0 секундта Б затының зат мөлшері 0, ал 30 секундта Б затының зат мөлшері 0,29 моль болады. Енді оның орташа түзілу жылдамдығын табу үшін осы уақыт аралығында бізге оның концентрациясы қажет. Концентрация табу үшін бізге көлемі керек. Алайда бұл есепте көлем берілмеген, және мұнда назар аударсаңыз, жылдамдықты моль секунд өлшем бірлігімен өлшеу керек. Сондықтан Б затының осы уақыт аралығында орташа түзілу жылдамдығын табу үшін оның зат мөлшерінің айырымын уақыт аралығына бөлеміз. Зат мөлшерлерінің айырымы 0,29 моль. Аламыз 0 мольді. Бөлеміз 30 минус 0 минут. 0,29-ді 30-ге бөлетін болсақ, бізде 9,167 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесіндегі моль минут. Яғни бұл есептен көріп тұрғандай, біз кейде реакция жылдамдығы үшін концентрацияны ғана емес, зат мөлшерін, немесе кейде газдар үшін олардың қысымын да қолдана аламыз. Яғни бұны қорытындыласақ, реакциядағы әрекеттесетін заттардың немесе өнімнің сәйкесінше жұмсалу немесе түзілу жылдамдығы олардың белгілі бір уақыт аралығындағы концентрацияларының немесе мына мысалдан көріп тұрғандай зат мөлшерлерінің немесе кейде қысымның өзгеруін көрсетеді.